Қайырлы күн достар, бұл салатты рестораннан дәмін көріп, ғашық болып қалғанмын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай әрі қолжетімді заттармен жасалады. Алдымен малдың қарнын суық суға лимонымызды салып, тұзымызды салып, 2-3 сағатқа қойып қоясыздар, сонда жартылай иісінен айырылады. Кейін қарнымызды жақсылап жуып, 2 сағаттай малдың үлкендігіне байланысты толығымен пісіріп алыңыздар. Бізге керек заттар: малдың піскен қарны, тәтті бұрыш, сарымсақ, ащы бұрыш, 2 данасын алдым, қызанақ, аскөк және де пияз, тұз, дәмдеуіштер өзіңіздің қалауларыңызша, паприка, қара бұрыш және де соя тұздығын қолдандым. Алдымен піскен қарнымызды дәл видеодағыдай қиғашынан кесіп шығамыз. Бұл жерде әркімнің өзінің талғамына байланысты жуандығы, ұзындығы дәл менікіндей де жасауларыңызға болады. Барлық қарнымызды кесіп болдық. Тәтті бұрышымызды дәл қарын секілді қиғашынан кесіп шығамыз. Ендігі кезекте пияздарымызды кішкене үлкенірек қылып кесіп шығыңыздар. Өйткені пиязымыз еріп кетпеу керек, оны көп басынан бастап қуырылады. Сондықтан да мен оны кішкене үлкенірек қылып кестім. Өйткені пияздың бар болғаны бізге көрініп тұру керек. Келесі кезекте қызанақтарымызды осылай дәл видеодағыдай қиғашынан турап шығасыздар. Қызанақтарымыз етті болу керек, немесе черри кішкентай қызанақтарын қолдануға болады. Ашты бұрыш пен сарымсақты кіші бөліктерге турап шығасыздар. Езіліп кетпес үшін қатты қызып тұрған майымызға пиязымызды салып 2-3 минут қуырып аламыз. Пиязымыз жартылай пісе бастағанда тәтті бұрышты салып, тағы 2-3 минут отта ұстаймыз. Қарнымызды толығымен салып, енді тағы да ашық отта 5-7 минут ұстайтын боламыз. Аузын қақпақпен жаппаңыздар, әйтпесе салатымыз суланып кетеді. Бұл жерде оттың көзін біраз азайтуға болады. Ендігі кезекте дәмдеуіштерімізді қосамыз. Салатымызға қызыл түс беру үшін паприканы қолдандым, қара бұрыш, тұз және де соя соусын салдым. Әркімнің бұл жерде өзінің талғамына байланысты. Соңында оттың көзін азайтып, сарымсақ, қызанақ және ашты бұрышты салып, толығымен араластырып, 2-3 минутқа қойып қоямыз. Және салатымызға өте ерекше дәм және де түс беріп тұратын, ол біздің аскөктер, өзіңізге ұнайтын аскөкті қолдансаңыз болады. Осымен біздің ыстық салатымыз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше әрі тәбет ашатын салаттардың бірі және тойымды болып келеді. Бұл салаттың ерекшелігі бұны гарнир қосып және де екінші тамақ ретінде дастарханға ұсына беруге болады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.